Келіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздерге сырдан жасалған тарелканың ішінде майонезсіз салат жасап көрсетемін. Мерекеде қонақ келгенде жасасаңыздар, енді столыңыздың сәні болады. Ал жасап көрейік. Мен сырдан жасалған тарелкамызды жасайық. Осылай қызып тұрған сковородкамызға сырды салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Төңкерілген стаканның үстіне салып, формамызға келтіріп алуға болады. Немесе осылай кесенің ішіне салып, формасын келтіріп алуға болады. Жақта укроппен де қосып істедім. Жасап көрсеңіздер де болады, укроп салып арасына. Салатымызды жасайық. Картопты суға пісіріп алып, майдалап турап аламыз. Үстінен тауықтың төсетін пісіріп алып, оны да майдалап турап қосамыз. Свежий сәбізді соломкаға өткізіп алдым. Сәбізді қайнатып пісіріп алған жоқпын. Свежий күйінде салдым. Майдалап турап, осылай үстіне қостым. Жұмыртқаны суға пісіріп, осылай майдалап турап аламыз. Қаймаққа чеснок майдалап өткізілген, біраз қасық горчица, зәйтүн майын, тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып, салатымызды араластырып шығамыз. Салатты енді сырдан жасалған чашкамыздың ішіне барлығына толтырып салып шығамыз. Міне салатымыз дайын. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.